Енесіне кредит алып берген үшін қатты өкінген келіншектің оқиғасы. Басында бәрі керемет еді. Күйеуім екеуміз үйленгенімізге 3-ші жыл болатын. Бір шаңырақ астында тұрмасақ та, енемен қарым-қатынасымыз жақсы еді. Көріскен сайын, қызым, өз қызымдайсың деп маңдайымнан сипайтын. Тойларда мені мақтап көршілерге, туған туысқа, келінім алтын, үндемейді, айтқанымды екетпейді дейтін. Мен де соған сендім. Енем мені шын жақсы көреді деп ойладым. Бір күні кешке енем қоңырау шалды. Даусы бұрынғыдай емес, сәл діріл бар болды. Қызым, бір шаруамен хабарласып едім. Сол сәттен бастап жүрегім бір түрлі болып кетті. Айта беріңіз, мама, дедім. Маған аздап ақша керек болып тұр. Банк кредит бермей қойды. Жасыма байланысты дейді. Сенің атыңнан алып берсең, өз атыңнан алып берсең, мен саған ай сайын төлеп тұрамын. Сол сәтте миымда мың ой өтті. Кредит оңай нәрсе емес, ертең төлей алмай қалса ше. Бірақ көз алдыма жылап тұрған, қызым деп отырған енем келді. Уайымдама, қызым, бір тиынын да сен төлемейсің, мен өзім жауап беремін, деді. Күйеуім де, анашым ғой, бір көмектесейік, деді. Сол жерде менің жүрегім жұмсарды. Банкке бірге бардық. Мен қол қойдым. Менің атым, менің мойнымда 3 миллион теңге. Енем мәз, күйеуім тыныш, ал мен іштей бір ауыр жүк арқалағандай болдым. Алғашқы 2 ай бәрі жақсы өтті. Енем уақытында төлеп жүрді. Тіпті, көрдің бе, сен уайымдапсың ғой деп күлетін. Мен де өзімді тыныштандырдым. 3-ші айда төлем түспеді. Мама, банк хабарласты, дедім абайлап. Ой, қызым, кешігіп қалдым, ертең-ақ салам, деді. Ертең салмады. Бір апта өтті. Банк тағы хабарласты. Сол кезде алғаш рет өз атымнан ұялдым. Банк қызметкері, бұл сіздің міндетіңіз, деді. Ақыры мен өз картамнан төледім. Енеме айтамын, қайтарып береді, деп өзімді жұбаттым. Келесі айда солай болды. Тағы кешігу, тағы банк, тағы менің ақшам. Енемнің сылтауы көбейді. Қыс болды, денсаулығым болмай тұр. Зейнетақым кешігіп жатыр. Ал күйеуім, анашым ғой, түсінейік, дейді. Ал мені кім түсінеді? Ақша мәселесі отбасымызды іштей іріте бастады. Күйеуіммен ұрыстар жиіледі. Неге мен төлеймін? Неге анаңа қатаң айтпайсың? Ол, сен өзің келіскенсің, деді. Сол сөз жүрегімді тіліп өтті. Мен келін болғасын үндемедім. Енеме қарсы сөз айтпадым. Ішімде жиналған ашу күнде көбейді. Бір күні шыдай алмай, мама, кредитті мен төлеп жүрмін, дедім. Ол болса, сен келінсің ғой, бір көмегің тисін, деді салқын ғана. Сол сәтте мен бәрін түсіндім. Қызым деген сөз тек сөз екен, ал кредит менің тағдырым екен. Бір күні банк сотқа береміз деп ескертті. Сол түні мен жыладым, ұйықтамадым, өз-өзімді кінәладым. Неге мен қол қойдым, неге өзімді ойламадым? Үйде тыныштық жоқ қазір. Күйеуім де ашулы, енем болса, сенің атыңда ғой, өзің төле деп қойды. Ақыры мен бәрін өз мойныма алдым. Жұмысымды көбейттім, түнде де істедім, бар ақшам кредитке кетті. Ал енем бір тиын да қайтармады. Қазір сол күндерді еске алсам, жүрегім ауырады. Мен енеме емес, өзіме сеніп қателестім. Келіннің мейірімі кейде оны әлсіз етіп көрсетеді екен. Бұл оқиға маған бір ғана нәрсені үйретті. Жақын болса да, қаржы, қағазбен жауапкершілік нақты болу керек екендігін. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Оқиға сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де комментарийде келіннің осы оқиғаға қатысты, іс-әрекетіне қатысты сіздердің ойларыңыз қандай? Келін дұрыс істеді ме, әлде бұрыс па? Соны жаза кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше.